Абай Құнанбаевтың 45-ші қара сөзі. Құдай табарака уа тағаланың барлығының үлкен дәлелі неше мың жылдан бері әркім әртүрлі қылып сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі. Уа һәм неше мың түрлі діннің бәрі де ғадалат, махаббат Құдайға лайықты дегендігі. Біз жаратушы емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғын пендеміз. Сол махаббат пен ғадалатқа қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбекпен артылады. Инандым, сендім демек, инандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғадалат сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтұғында жері жоқ. Ол жаратқан Тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта махаббат пен сезім бар. Бұл ғадалат, махаббат, сезім кімде көбірек болса, ол кісі ғалым, сол ғақил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп.